Қаз бен түлкі ертегісі. Бір түлкі жайылып жүрген қаздардың қасына жер бауырлап ұрланып келіп, шеткі біреуін бас салып ұстап алады. Басқа қаздар қаңқылдап ұша жөнеледі. Ұстап алған қазды түлкі алып соғып, алдыңғы екі аяғымен екі қанатынан басып тұрып, ыржыңдап күледі. Күледі де былай дейді: «Әй, Қазеке, егер сенің қолыңа мен түсіп қалсам қайтер едің?» «Қайтушы едім», дейді қаз. «Жүніңнен тістеп тұрып, екі аяғымды кеудеңе қойып, көзімді жұмып, уа Құдай, бергеніңе шүкір деп тәубе қылар едім. Ендеше мен де солай етейін» деп шоқиып отырады да, екі аяғын кеудесіне қусырып, көзін жұмып, «О Тәңірім, бергеніңе шүкір» деп аузын аша бергенде, қаз қанатын қағып алып, қаңқылдап ұша жөнеледі. Түлкі аузын ашқан күйі қала беріпті.